Қыздар, баршаларыңызға сәлем. Бүгін тещин языктың рецебін өзімнің нұсқамда көрсеткім келеді. Дайындалуы өте оңай. Бастысы қатты майлы емес. Алдыменен баклажандарымызды кесіп аламыз. Мен қатты жұқа етіп жасамадым. Себебі мен бұны майда емес пеште яғни дайындайтын боламын. Сол кезде ол қатты майлы болмайды. Және де өте жақсы болып піседі. Ас үйде қатты майланып жаман болмайды. Осылай дайындап аламыз. Яғни баклажан сыртымен алдымен жуып алдым. Содан кейін осындай дөңгелек етіп турадым. Шамамен 1 сантиметрліктей етіп. Кейін жаңағы противенімізге пергамент төсеп, пергаменттің үстін осылай сұйық майменен жақсылап тұрып майлап алыңыздар. Кейін осы пергаменттің үстіне жаңағы баклажандарымызды қойып шығамыз. Мен жалпы 2 баклажан алдым. Размері сондай қатты үлкен емес. Осыдан менде 2 табаққа жететіндей болып шықты, яғни порциясы. Кейін пышақпенен осындай сызықтар жасаймыз. Ол яғни баклажандарымыздың жақсы пісуіне себепші болады. Осылайынан тіліп аласыздар пышақпен, немесе шанышқымен, яғни вилкаменен тесуге болады. Енді кішкентай яғни кесені алып, оның үстіне азғантай мөлшерде тұз саласыздар. Мен шамамен жарты жайғасық. Оның үстіне мен кептірілген сарымсақ, яғни чеснокты қостым. Кейін үстіне азғантай мөлшерде сұйық май құясыздардағы. Осы массаменен, яғни сұйық массаны баклажандардың үстіне осылайынан жағып шығасыздар. Дайындап болған яғни баклажандарымызды қызып тұрған пеште, яғни 180 градуста шамамен 15-20 минутқа қойып қоямыз. Қарап отырамыз. Себебі әркімнің пеші әртүрлі болады. Енді қызанақтарымызды турап аламыз. Мен 2 баклажанға 3 қызанақ алдым. Осылайынан дөңгелек жіңішке етіп, қалыңдау етіп, өздеріңізге қалай ұнайды, сондай жасауларыңызға болады. Мен шамамен жіңішкелеу етіп жасауға тырыстым. Мен алған кішкене қызанақтарым жұмсақтау болды. Сондықтан да жалпы қатты сорттағы қызанақтарды алған дұрыс болады. Сонда бұлай қатты езіліп кетпейді. Міне енді менде бәрі дайын. Енді соусын дайындаймын. Ол үшін майонез алдым. Оның орнына яғни греческий йогуртты қолдануға болады. Немесе қаймақ. Мен сарымсақтың кептірілген түрін қолданым. Себебі шыны керек маған сарымсақ жалпы негізі өзіме ұнамайды, бірақ кептірілген түрін қосуды жөн көрдім. Тіпті жаңағы кәдімгі жай сарымсақтың өзін қолдануларыңызға болады. Оны пресс арқылы езіп, осылайынан қосасыздар. Болды, өте оңай. Майонезді қаймаққа немесе грек йогуртына алмастыруға болады. Жаңағы сол жаққа қарасаңыздар, сол жағында жаңағы дайын болған баклажандарым өте жақсы болып пісті. Бастысы қатты майлы емес, жұмсақ болып піседі. Кәдімгідей екі жағынан не қарасаңыздар, екі жағынан да өте жақсы болып, түрі де әдемі. Және ешқандай майсыз, артық майы жоқ. Жақсы болып пісті. Осылайынан қатарлап аласыздар. Мен қонаққа қоятын болғандықтан кішкене біраз түрлерін бәрін таңдап алып салдым. Негізі жақсы пісті. Мен шамамен 15 минутке ұстадым. Менде Electrolux қысқа пеші, яғни онда 15 минуттың ішінде 180 градуста ұстадым. Сонда менде осындай дайын болып шықты. Қарап отырыңыздар міндетті түрде пісірген кезде, себебі ол күйіп кетуі мүмкін. Яғни 20 минутте күтіп отырмаңыздар, міндетті түрде қарап отырыңыздар. Аударудың қажеттілігі жоқ. Себебі бер жағынан піскен жаңағы баклажандар ар жағынан да піседі. Енді массамызды жағып шығамыз. Бұның орнына кей жағдайда творожный сыр болады ғой, соны да қолданып жатады.
творожный сырмен шыны керек өте дәмді. Бірақ енді бұл вариант қолжетімді болғандықтан мен осылай жасадым. Жалпы творожный сырды қолдансаңыздар да болады, дәмі өте ерекше болады. Жалпы тұз ішіне қосудың да қажеті болмайды. Өте жақсы болып шығады шыны керек. Сол вариантта қолдансаңыздар болады, себебі майонез езіліп тұрады, ал творожный сыр кішкене болсын өзінің массасын ұстаңқырап тұрады. Кейін осылайынан үстіне қызанақтарды қойып шығасыздар, болды, дайын болып шығады. Ешқандай қиындықсыз. Бізге үйге аяқ асты қонақ келетін болғандықтан мен осылай тез дайындалатын, яғни тез дайындалатын нәрсе іздедім. Тіске басар, керемет болып шықты. Ең бастысы өте оңай. Өте оңай дайындалады. Маған сол ұнайды. Ешқандай қиындықсыз. Астарыңыз дәмді болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер.